Бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның керемет сөзі бар екен. 1000 дирхамнан 10 дирхам озып кетті дейді. Сахабалар қалай деп сұрағанда, бір адамда 10.000 дирхам бар еді, ол 1000-ын берді дейді. 10-нан бірін. 9 бөлігін өзіне алып қалды дейді. Бір адамда қолында 10 дирхам бар еді, ол 10 дирхам барын садақа қылды дейді. Және бауырлар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тәрбиесін көрген сахабалар радиаллаху анхум, олар берген садақаларының мөлшеріне, яғни аз көптігіне қарамаған, олар оны кім үшін жасап жатыр, сол нәрсеге қаттырақ мән берген. Аз да болса Алла тағаланың разылығын табуға жеткізетін садақалар бар. Бәлкім көп болса да Алланың разылығына жеткізбейтін садақалар да болуы мүмкін, Алла сақтасын.